Қайырлы күн, менің тұрақты және жаңадан қосылған көрермендерім. Бүгін сіздерге қарайып кеткен күмістерді үй жағдайында қалай ағарту керек екендігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өйткені дәл осы әдіспен күмістерімді жалтыратып ағартып алдым. Кәдімгідей көңілімнен шығып, риза болып қалдым. Ең алдымен суымызды жақсылап қайнатып дайындап аламыз. Содан кейін бізге керегі ас содасы және кәдімгі күнделікті пайдаланатын тіс пастасы мен тіс щеткасы. Қайнаған суға төзімді осындай шұңғыл ыдысымызға жаңағы күмістен жасалған әшекей бұйымдарымызды саламыз. Содан соң 2 шай қасық ас содасын толтырып салып үстіне қайнаған суды құямыз. Күмістеріміз суға батып тұруы қажет. Дәл осы видеодағыдай жасайсыздар. Күміс адам денсаулығына өте пайдалы. Жүректің қызметін жақсартып, қан қысымын төмендетеді және ісіктің жойылуына көмектеседі. Тері аурулары бар адамдарға тағып жүруге кеңес беремін. Енді қыздар, содамыз суда ерігенше күміспен бірге осылай шайқап аламыз. Содан кейін таза шүберекпен жаңағы бұйымдарымызды біртіндеп осылай жақсылап сүртіп құрғатып аламыз. Күмісте тұрып қалған даттарды және қарайғандарын сода осылай тазартып әппақ қылып алады. Енді осы күмісті жылтырату үшін қазір видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағы бір тәсілін көрсететін боламын. Барлық күмістерімізді осылай құрғақ таза шүберекпен жақсылап ысқылап сүртіп аламыз. Міне көріп тұрсыздар, кәдімгідей тасына дейін жалтырап қыш толып тазаланып қалды. Сырғаны да осылай құрғатып, жақсылап сүртіп алдым. Қыздар, содан кейін жаңағы пастамызды алып, щетканы шамалап сулап аламыз. Сосын кішкентай қылып, міне видеодағыдай аласыздар да, жаңағы сырғаны немесе сақиналарыңыз болса, щетканың көмегімен осылай ысқылап, жақсылап сүртіп аласыздар. Барлық бұйымдарыңызды осылай тіс пастасымен жуып болғаннан кейін таза суға бір жуып аласыздар. Видеом ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Кәделеріңізге жарасын.